Сәлем достар, бүгін біз күннің бату уақытын саламыз. Өте әдемі сурет. Ең алдымен А4 парағымызды алып, оны визуалды түрде үшке бөліп аламыз. Жоғары жағы, ортаңғы жағы және де төменгі жағы бұл. Ең жоғары жағын өзі үш бөлімге бөлінеді. Бірінші бөлімі қызыл түсті, қанық қызыл түспен бояп аламыз. Гуашымызды сумен араластырмасаңыздар болады. Қою қылып алып алыңыздар. Бояуыңызды сол кезде анықта қанық болып шығады. Ал ендігі екінші бөліміміз қызғылт сары түс. Егер қызғылт сары түсіңіз палитраңызда болмаса, онда қызыл және де сары түсті араластырып жіберсеңіздер болады. Мен сөйттім, себебі менде қызғылт сары түс болған жоқ. Қызыл бояу мен сары бояуды араластырып, қазір тағы да сары бояуды қосамын, сол кезде қызғылт сары түс шығады. Міне осылай араластырып алдым. Тағы да сары түсті қоссам, сол кезде қызғылт сары түс шығады. Толыққанды қызғылт сары түс. Енді үшінші бөліміміз аспанымыздың сары түсті болады. Мен бояуды байқасаңыздар, сумен араластырған жоқпын, су қосқан жоқпын. Қалай бар, сол қалпы бояп жатырмын. Сіздер әрине егер гуаштарыңыз қойланып қалса, шамалы су құйып жіберсеңіздер болады. Ендігі қазір көріп отқандарыңыз, біз переход жасап жатырмыз. Яғни біздің аспанымыз, табиғатымыз күннің бату уақытына сай болу үшін осылай таза кисточканы алып сумен осылай бояп шығасыздар. Бояуды жағып шығасыздар, яғни. Сол кезде переходымыз өте жұмсақ болып шығады. Кәдімгі аспанның суреті сияқты. Осылай жоғары қарай жағып жіберем, сонда анық контур болмайды. Ендігі кезекте бізде көл судың суреті. Бұл жерде ақ таза зонамызды екіге бөліп аламыз. Астыңғы зонасын қанық көк түспен бояп шығамыз, ал қалған ақ зонаны ақ гуашпен бояймыз. Бұл не үшін десеңіздер, переходымыз жұмсақ болу үшін қайтадан сол переходқа барамыз. Яғни біздің мұхитымыз немесе теңізіміз осындай жұмсақ суретте әдемі көріну үшін осылай ақ гуашпен жағып шығамыз. Сол кезде бояумыз барлық осы табиғаттың әсемдігін толыққанды суретте мәнерлеп береді. Ақ гуашты алып үстіме жүргізіп шыққаннан кейін астыңғы жағын қайтадан қанық көк түспен бірлет тағы да өтіп шығу керек бояумен. Себебі ақ түс өте көп болып кеткен секілді. Қазір оны да істерміз. Ендігі кезекте бізде күннің суреті. Ол үшін ақ гуашты алып, аспанның дәл ортаңғы жағына, яғни аспанның зонасының ортаңғы жағына, қызғылт сары зонасына ақ түспен күннің суретін саламыз. Күніңіз үлкен болуы мүмкін, немесе кішкентай болуы мүмкін. Ол әрине сіздің талғамыңызға ғана байланысты.
Ал енді ақ гуашыңызды алысқа тастамаңыз. Ендігі бізде күннің көлдегі жарқылын саламыз. Ол үшін ақ гуашты алып осындай сызықшалар жасаймыз. Сызықшалар бірдей болу міндетті емес, себебі суды білесіздер, жарқылда әрқалай беріледі, толқынға байланысты, судың тыныштығына байланысты, жалпы ауа райына байланысты. Енді суретіміз толыққанды болу үшін қара гуашты алып, кішкентай ғана ең жіңішке кисточканы алып, сумен араластырамын, себебі менде гуашым қойланып қалған қара түсі. Құстардың бейнесін саламыз. Күннің бату мерзіміндегі құстар, ұшып бір жатқан құстарды саламыз. Осындай екі жақша немесе екі жарты шеңбер саламыз. Мен бұл суретте тек қана 3 құстың суретін саламын. Сіздер болсаңыздар, бір топ ұшып бара жатқан құстарды немесе бір ғана құсты бейнелесеңіздер болады. Ендігі кезекте бізде бұл суретте екі аралшаның суретін саламыз. Қара түспен, яғни көлеңкесін ғана бейнелейміз. Осылай. Қалауыңызға сай, кішкентай екі жағынан бөгет, қыр десек те болады. Соны бейнелейміз. Осылай қара кішкентай ғана жіңішке кисточканы алып, гуашпен, қара түсмен осылай бояп шығамыз. Ал енді өте маңызды сәт. Осы аралымызды бояп болғаннан кейін кисточкамызды жуамыз және де ақ гуашты алып осылай көлеңкесін саламыз. Яғни көлеңкемен, күннің сәулесімен суға берілетін, қайталанатын жүзін бейнелеу үшін осылай ақ гуашты алып, кішкене ғана жоғары қарай осылай бояп шығамыз. Суретіміздің соңғы штрихтары, міне бізде осындай өте әдемі сурет шықты. Сіздер де бізбен бірге отырып, осындай өте әдемі сурет сала аласыздар. Арт сурет каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңдар.